Өскеменнің ар жағында, Бұқтырманың оң жағында әлемге аян Алтай бар. Сол Алтайдың күнгейінен құбыла жаққа құлай аққан, құлай ағып ертіс түскен, күр-күр еткен күршім бар. Алтай күршім не заманнан қалың найман мекені. Сол Алтай мен сол күршімнің қысы қыспақ, жазы самал, күн жылт етсе төрт түлік мал. Қарағайлы қарт Алтайдың Алтайсынды анасының көкірегін аймалап, тыраңдасып, мәйек басып, мамырласып жатқаны. Қарт Алтайдың қақ басында, алақанның аясында бал татыған, айна сулы, түрі аспан, сырыдаспан, шарап сулы Марқа көлі. Марқа көлді алқалаған ақ ауылды Алтай елі. Алтай елі, Алтай жазы, тау еркесі. Киік болып, өзге елдерден биік болып, Марқа көлдің самалына сайран етіп жатқаны. Әлгі Алтайдың аруларын айтуға тіл жетпейді. Алтын күміс Алтай кені, алтын сырға, алты қарыс алып түсіп, құлақтарын жүзі Алтайдың айындай боп, көзі құралайдай болып, күлкісі атқан таңдай болып, қопа талынтай болып, былқ-сылқ етіп, бұраңдасып, күбірлесіп, көлбеңдесіп, езу тартса, есің кетіп, сұқсыл қасқа шым-шым етіп, бойың босап, ойың босап, қиялың қиян кезеді. Мамырбайдың малайлары қора жамап, пешін қалап, үйін сұрлап болған еді. Мамырбайдың бәйбішесі маң-маң басып, малайларға киіз үйін қағып сілкітіп жинатқызып жүрген еді. Мамырбайдың ақ білегі жас түлегі, айы күні сұлу қызы. Алтын сырға күміс шолпы сылдырлатып, былдырлатып, ақ көйлегін көлеңдетіп, қызыл-жасыл көрпелерін қағып үйге әкелген еді. Қасындағы қыздарына қабақ шытып, қыңқыл-сыңқыл етіп, дауысы сыңқыл-сұңқыл етіп, көзін тартып тұрған несі деп бір бұраңдап қойған еді. Жай тартатта, қуанасың, қай көзің? Қуанар ем, сол көзім деді. Бітті, кім елеген ондайды? Алымсағын, шөбін жайлап, партияның қамын ойлап, Мамекең де кешке жақын жолдасымен келіп түсті. Тау бетінен аңғалайлап жатқанда мал келді. Бала у-шу, малай қиқу, мал маңырап, ит жаң-жұң, ауыл түтін, өзен күріл, сырғылт таңдақ, жел де қоңыр, қызыл іңір. Малын жайлап, шай қайнап, елде орынға отырды. Күн батпай-ақ көз барында манақ айтқан терең шаттан іннен шыққан қасқырларша шұбап шықты төрт атты. Оның бірі манақ айтқан өзің көрген алт атты. Ендішеуі қалпағы бар, мылтығы бар, қылышы бар, көк шекпенді, қоңқаңдаған, қолқилаған жат адам. Сол төрт атты шаттан шығып, ылдиға түсе өкшелерін қадады. Қада беті ат пысқырды, ауыздарын қарш-қарш шайнап есілді. Есілді де екпіндетіп, үңгірдегі бір ауылға жетіп келді саусылдап. Келе тарс-тұрс үркітті, ақ сволыш тап атты. Мылтық қолда, қамшы жонда, ат таппасқа әддіне. Төре тақсыр ойбай құдау, аясайшы, бейуақ қой, беуге келді тілдері. Шайдалдарына жаңа қойып бісмілләні келтіргені сол еді. Мамырбайдың бір малай жетіп келді ентігіп. Келіп келді. Кім келді? Көкпеңбек көк, ой өңшең орыс. Мамырбайдың мұршасы жина, ұмтыл, қаш жығыл деуге ғана келді. Тап деген соң тап қызды. Кімнің қызын жасаған? Сенікі қыз, сенікі. Қызым жоқ ойбай, қызың бар, табасың. Орыс қадалып, білеулерін сулатты. Бәйбіше бадалап, қыз жоқ деп бажылдап, өтірік айтты. Өзім табам. Орыс жүгіріп ала жөнелді. Үш орыс қолдарына шырағдан алып, қораны, үйді, тезекті, шұңқырды, жүкті, пішенді, бірін қоймай найзалармен піселеп тінтіп жүр. Зым-зымия, ақ білек жоқ. Бір уақытта ақ білектің даусы сыбырлап көмек сұрады. Ағатай,
деп біреу ышқынып сыбырлады. Ақбілекпісің, деді. Мен едім ғой Құтқар ағатай, деп апанның ернеуіне таман өрмелеп еді. Құтқарам, бұқ, жата тұр, деді де қазақ қалбалаңдап жоқ болып кетті. Екі қолы алдына созулы Ақбілек қалшиып қалды. Әлгі адам жүгіріп барып тоқтағандай, аты ышқынғандай, үзеңгіге аяқ салғандай, тебінді тырс еткендей болды. Атына мініп келейін деген екен ғой деп, ажалдан құтылдым ғой, жасаған-ай, тәуба дей беріп еді. Дүбірлеген аттың тықырлы жақындамай теріс айналып кеткен тәрізді болды. Қолы әлі жәрдем тілеуде, жарылқаушы періште келетіндей. Қолдары сылқ ете түсті, аяғы тайғанап кетті. Сырғанап түпсіз зынданға түсіп бара жатқандай көрінді. Ауыл жақтағы иттердің манағы шалбалағаны жоқ. Анда-санда сақ-сақ қаншықтың безілдеген, жас күшіктің сәуілдеген дыбыстары шығады. Кеткен ағатайы орыстарды шақырып келсе керек. Апатай деген жан даусы таудың тасына барып шақ еткендей болды. Бейірімсіз темір қолдар алып ұрып аузын басып жатса да, қолын кейін сермеп, басын жұлқып үзіліп, өзі үреген ащы айғайы апатайының құлағына сап етті. Жонына шойын қадалғандай, апасы сіресіп қалса да, елемей шыңғырған дауысқа қарай үкідей ұшып келеді. Қызын бүркітше қорғамақшы. Алла деп, анасы сол кезде орнынан құлады. Үш орыс қызды көтеріп, ойбайлатып алды да жөнелді. Апатайлаған айғайы жерді көкті жұлқып, Ақбілек зарлап, аттардың дүрсілі тауды дүрсілдетіп, абалақ иттер қуып бара жатқанда, қайданшы қайдалап төтеден бір топ кісі қуып ала жөнелді. Аттан шаттан, жерде айғай, көкті айғай, тау күңгірлеп, тас шықылдайды. Қуғыншылардың қарасын көріп, қыз өңгергенді қоя беріп, екі орыс аттарын тежей, мылтықтарын кезей бастады. Екі атты есікпен төрдей жерге келіп қалды. Тау сатыр сұтыр етті. Қуғыншының біреуі қиялдай шауып, атының жалын құша жығылуы мұң екен, арттағылар азан-қазан ұйқы-тұйқы түсе қалды. Манағы алатты кім? Қыз алып қашқан орыстар кім? Алыс-жұлыс, ауыр күйік, аттың соққысымен Ақбілектің сілесі қатып, аттан түсіргенде өлген адамша сылқ ете түскен. Ақбілек есі кіріп, көзін ашса, алты сырықтың басын бүріп, киіз жапқан, кішкене қоста, өңшең серейген, бір қыраған, жат киімді, жат түрлі орыстардың ішінде жатыр. Оң қолын Ақбілектің үстіне артып, қақ қасында бетінен түгі шыққан, шашы дудыраған, істік мұрын жирен орыс жатыр. Оның бейнеусіз аңқиған жарық ерінді, бүрдек аузынан шыққан демі Ақбілектің бетіне тамық лебіндей тиіп, денесін тітіргендіреді. Өңі түс екенін біле алмай, көзі алабұртып, қостың ішін сипай сүзіп шықты да, түндегі оқиға есіне түскенде, қайнап шыққан бұлақтың көзіндей жасы мөлдіреп, жылап ағып қоя берді. Саңғал кезден сығалаған аңғал шуақ Ақбілектің бетіне түсіп, жайраңдаса да, телеге яққан жасын құрғатуға септігі болған жоқ. Жанын жаншытқан қараңғылық қараңғы дүниені аңсатты. Әйтсе де жарық сәуледен көзін бір жолата жұмбай, құтылмасына көз жеткен соң, тым болмаса саусылдаған сары қолдың ішінен сытылып даланы бір көргісі келді. Ақбілек үстінде жатқан ашалы ауыр қолды ақырын сырғытып қойды да, сыбдырсыз басын көтеріп, жер қорғақ болған ботадай аяғын аңдап басып сығалап қарап, жапсарды ашып тысқа шықты. Мұның шыққаны алдарында ер тоқым үйіп, мылтықтарды мотылып қойған, қатар тігілген ұлылы кішілі жыртығы бүтіні аралас жеті қостың бірден соңғысы екен. Төрт қыбыладан бірдей ерейіп-серейіп, үстіне төніп тұрған ақшар-шақшар тауларға, тауға біткен үйірім-үйірім сабалақ жүнді орманға да, тау басында қалдықтап жайылып жүрген бүркітке де, тауға тырмыса жайылып жатқан құмырсқадай жылқыға да, қостан аулағырақ өзек қуалай шыққан шоқ-шоқ бұтаға да Ақбілектің көз тоқтап тұра алмай, сырғанап келіп, жер ошақтың басындағы қазақтың қара құманына, қара астауына, жыртық орыстың шөмішіне тоқтады.
Жаудың қолына түскен әлде қай сорлының астауы шөміш екен. Сорлы шөміш, менің де сенің сыңарың ғой дегендей мұңдасқандай көзіне тағы да жас алды. Талдың тасына түсейін деп шеткі қостың артынан жаңа аса беріп еді, қос таласында мылтығына сүйеніп қиқарып тұрған бір орыс жалт қарап «Стой!» деп ақырып қалды. Дауысы жер астынан шыққандай селк етіп, зәресі зәндемге кетті. Жығылып барып оңалды. Сөйткенше болмады. Артынан бір орыс жүгіріп келіп, құшақтай көтеріп қосқа ала жөнелді. Ақбілектің көз шарасынан шықты. Құшақтаған орыс аймалап қосқа алып кіргенде, тағы бір екі орыс бастарын көтеріп, керіліп созылып, көздерін уқалап, Ақбілекке қарап, күле сөйлеп, шылымдарын орай бастады. Алып келген манағы қолын артып жатқан жирен орыс екен. Ақбілекті аш белінен жібермей қысып, бетіне таман аузына ұмтылып еді. Ақбілек теріс қарап, бұлқынып сүйгізбеді. Өзге орыстар жирен орысты мазақтағандай қарқ-қарқ күлісті. Олар күліп, жаныңқырап отырғанда, төрде жатқан ұзын бойлы, ақ құба қара мұрт орыс оянып, қырынан жатып, Ақбілекке көз салды. Ол өзгелердей сөйлескен де күлген де жоқ. Құба шыңға құлашырған жез қанат бидайықтай талмау көзін талғыста терең қиялға шомылды. Көп күліп жатқанда біреу сазарып отырса, оның жаны жұмбақ қой. Көп мұңайып отырғанда біреу күліп отырса, оның ажары да көңілді бұрмақ қой. Жұмбақ нәрсеге адам құштар қылмақ. Қырқылдасқан, қайғысыз, қамсыз көп орыс ортасындағы қара мұрттының лебі де Ақбілекке жұмбақ болып көрінді. Әлде өзіне бастас қылығы келді ме, немесе бұдан бір жылы сөз күтті ме, болмаса әйелге біткен жеңіс қойлық мұны да жеңді ме, әйтеуір қапаста қапаланып, жалтарғанда жан таба алмай отырған Ақбілектің көзі еріксіз қара мұртты еркекке түсті. Қара мұрт Ақбілектің жан жарасын әлде көзінен оқып білді ме, әлде басқа бір сезім кернеді ме, кім білсін. Жирен сүйем деп тағы да кезеніп, Ақбілек сырт беріп тыжырынып еді. Ашуланған адамша анаған ажырая қарап бірдеме деп шорт кесті. Жирен орыс та қыңбады, ежірейіп басын сілкіп бірдеме деп тастады. Бірақ енді қайта сүйге қызға ұмтылмады. Өзгелерді үндемей шылымдарын тартып болып, тысқа шығып кеткенде қара мұрт Ақбілекке жылы қарап, бір күрсінді де жирен орысқа әлгідей емес, жайраңдап сөйлей бастады. Алғашқы кезде нәресте шақырғандай, алақанын қармай, мойнын бұлғай, көзін тұнжырата, ернін шошайта сөйлеп, жирен орыс басын жайғап болмаған соң, иығын қысып, көзін тікейте, ерін кезерте, ызбалана сөйледі. Арыс-ұрыс еткен иттерше бірін-бірін қауып алғандай болды. Келе-келе жауаптасып, жұдырықтарын білесіп, қара мұрт өңі сұрланып шығып кетті. Ол кеткен соң жирен орыста құшырланып күңкілдеп боқтаған іспетті болды да тысқа шықты. Өзге қостар да тұрса керек, далада шүбірлескен сөздер болып, көбейіп, жаңылдай бастады. Кейбір орыстар Ақбілек отырған қосқа келіп, «Қызымке» деп мойындарын қисайта, шағыр, шегір көздерімен тесіп жібергендей Ақбілекке үңіле қарасып, жиырлысып, бірдеме десіп жатты. Ақбілек олардың бетіне тура қарай алмады. Кіріп келгенде ғана, немесе түрткенде ғана көзінің құйрығы түсті. Аздан соң шелекке қайнаған суды орталарына қойып, темір тостағандарды батырып, кепкен нандармен қытырлатып шәй ішіп отырып, мылжыңдап көп сөйледі. Алдарына ас қойсаң, орыс ит мылжыңдайды да отырады деген әкесінің сөзі Ақбілектің есіне түсті. Жирен орыс манағыдай емес, Ақбілекке өліп өшкенін қойып, бетінен түгі шығып, әкесі өлгендей бас терісі аузына түсіп кетіпті. Қасындағы біреуі Ақбілекке қаңылтыр тостағанмен шәй ұсынып еді, алмады. Әлгі айтысқан, жанжалдасқан қара мұрт орыс қайтып көрінбеді. Шәйлерін ішіп, шылымдарын тартысып болған соң, өзгелері тысқа шықты. Жирен орыс беліндегі алты атарын алып, құлағын қайырып, бірдемесін басып бұрап, шыстырлатып, айналдыра басқанда, Ақбілек өзімді атып тастар мекен деп, жүрегі сескемейін деді. Жан шіркін көзге тағы да лесіп өтті. Бірақ атқан жоқ. Мылтығын қайтадан қабына салып қойды. Сөйткенше болмады. Киімдері сыймай, белдерін қылмита, буынған, қалшылдаған,
асынған бір екі орыс сып етіп кіріп келіп қақиып тұра қалып жирен орысқа келте бірдеме айтты. Жирен орыс бір-ақ ауыз жауап қайтарды да үн жоқ киіне бастады. Киінді де Ақбілекті қолынан тартып тұрғызып қостан алып шықты. Ақбілек енді бірдеме қылады екен деп жүрегі дүрсілдеп барады. Шықса көп орыс қос маңда топ сөйлесіп тұр. Қызды алып бұлар шыққан